Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай, ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын, жүрек тыныштықтарыңызды Алла тағала сұрап жатқан дұға тілектеріңізді барлығын оңай әрі жеңіл тез берсін. 5 күндік жалған дүниеде мұқтаждықтарыңыздың барлығы Алланың қалауымен өтелсін. Мен бүгінгі тақырыпта сіздерге жалпы рызық мәселесі, ақшаның, қаржының адамдарға жалпы несібенің қалай келетіндігі туралы кішкене қысқаша бір сабақтар оқыған едім, содан ой түйген ойларымды бөлісейін. Жалпы Алла тағаланың әрбір жанға несібені, ырзықты жазып қойғанын білеміз. Бірақ ол ырзықты, несібені іздену арқылы, сұрау арқылы, әрекет жасау арқылы алу керек екен. Ырзықты жалпы адамдарға байлықты, кез келген жақсылықты, нығметті барлығын адамдарға егер Құран кәрімді, жаңағы Алланың жолдауын, Алланың кітабын, Құран кәрімді жатқа білетін, жақсы білетін адамдар болса білет, сол хадистерде жазылған екен. Адамдарға ырзықты адамдар арқылы берем деген хадисі бар екен. Ендеше адамдарға адамдар арқылы беріледі деген не деген сөзді білдіреді? Адамдармен мәміледе болу керек, адамдармен қарым-қатынаста дұрыс болу керек, адамдармен қарым-қатынас жасай білу керек деген сөз. Сізге оның діні, тілі, түрі, келбеті маңызды емес. Біз жаңағы көп адамдарды көрген кезде шектеліп қалып жатамыз, біреулермен тіпті сөйлескіміз келмейді. Ол біздің жүрегіміздегі тәкаппарлықтан екен. Ал ол тәкаппарлық туралы тағы да айтылған, адамның жүрегінде шаңның тозаңындай тәкаппарлық болатын болса, ол менің немнен емес деп айтылған үші, жәннаттың есігінің иісі де берілмейді деп айтқан. Және де сол тәкаппарлықты жою керек. Тәкаппарлықты жоюдың ең бір мықты техникалары, ең бір мықты жолдары, кез келген сіздің көзіңізге көрінген, сіздің өміріңізде жолыққан адамдармен мәміле жасаған кезде ешкімді ешкімнен жоғары төмен демей, ешкімнің көңілін қалдырмай, ешкімге жамандық жасамай мәміле жасауда екен. Жалпы, егер сіз біреудің көңілін қалдырып, жаңағы біреумен арадағы отношенияны, жаңағы арадағы қарым-қатынасты теріске шығаратын, немесе сонымен бір кездері сіз сол кісі арқылы мүмкін бірігіп жұмыс жасауыңыз мүмкін, немесе саудада болсаңыз сіздің ол клиентіңіз болуы мүмкін, немесе сіз біреудің клиенті болуыңыз мүмкін. Өмірде жалпы бір-біріне адамдар сондай. Сол кезде сіз оның бір кездегі сұрақтарына шешімін тауып жүріп, немесе клиенті бола жүріп қажеттілігін ашып жүрген болсаңыз, жаңадан біреу пайда болды, жаңадан бір басқаша бірдеңелер болды, басқа бір дүниелерді көрдіңіз. Сіз ол адам туралы мненияңыз, ойлауыңыз басқа жаққа өзгеріп кететін болса, жақсы жағына емес, ой, мен неменеге мынаған нетіп жүрген, мынадан қарағанда мықты сондай бар екен, мұндай бар екен деп, пендені бір-бірімен салыстырып, одан төмен немесе жоғарыға, алшақтыққа ұстаған кезде, Алла тағала сізді автоматом төменгі деңгейге түсіріп жібереді екен. Сондықтан ырзықты іздеген кезде адамдардың ризашылығы мен адамның разылығына, адамдардың Алланың разылығы үшін адамдардың разылығын қатты ойлану керек екен. Ешкімге зәбірі тиіп кетпейтіндей болу керек. Сіз істеп жатқан кәсіп, сіз істеп жатқан дүние, іс-шара басқа адамның көңілін түсіру арқылы басқа адамның көңілін өсіретіндей болмау керек. Басқа бір пенденің көңілін өсіріп, бір пенденің көңілін түсіретін тікелей сіздің қатысыңызбен, сіздің жағдайыңыздан сондай орын алып, сондай жерден пайда табам десеңіз, біреуді түсіріп, біреуді өсіру арқылы, онда сіз ол жерден автоматты түрде ұтылады екенсіз. Қалай болмасын, Алла тағала сізді түсіреді. Алланың түсіргенін ешкім көтере алмайды, Алланың көтергенін ешкім түсіре алмайды деген бар. Алланың берген бағын ешкім тартып ала алмайды, бермеген ешкім
ешқандай пенде жасай алмайды. Сондықтан бұл өзгермейтін мықты заңдылық. Осы заңдылықты ұстана отырып, адам баласының сіздің несібе жолыңызда, несібе ырзық табу жолыңызда адам баласын бір-бірімен салыстырып, анадан маған жақсылық келеді, мынадан келмейді. Анадан мол табыс түседі, мынадан түспейді. Анау маған пайдалы, мынау зиян деген адамдарды бөліп жару деген болмау керек екен. Сондықтан осы нәрсе адамдардың ырзығын, несібесін және адамдар арасындағы қарым-қатынасыңызға қарай сіздің жаңағы ырзық несібеңіз төмендеп кетуі мүмкін екен. Сондықтан әсіресе кәсіпте жүрсеңіз, жалпы кез келген тіпті коллегаңыз, жаныңызда жұмыстасыңыз, содан озып кетіп, немесе түсіп кетіп, немесе соны жаман қылдырып, жексұрын қылдыру арқылы сіз жұмыста жоғарырақ көрінейін, бастықтың көзіне түсейін, ананың жаман жағын көрсете қояйын да өзімнің жақсы жағымды көрсетейін деген кішкене титтей сондай ниет болатын болса, біліңіз, сіз ұтыласыз. Сондықтан ешкімнің ешқашан еңсесін басып, рухын таптап, немесе Алла жаратқан келбетіне, мінез құлқына, жаңағы күлкі арқылы, күлу арқылы, немесе соны өзіңіздің менмендігіңізбен түсіру арқылы жетістікке жетем деген нәрсе болмау керек екен. Бізге де әдейі емес, кейбір адамдар соны байқамай қалады. Кішкене 5-6 теңгесі жоғарылау, байлау біреуді көрсе, соған қарай ой деп, мысалы, қарапайым кезекте тұрса, оны бірінші өткізіп жіберіп, біреуді қалдырып қойыңыз мүмкін. Жасына қарамастан үлкен болып тұрса да, авторитетный деп айтайыншы қазіргі тілмен, кішкене танымалдау жас біреу болса, соны алдыға салып, ана адамдар қарай шегеріп қою, сіздің қалай болмасын ырзығыңызды кеметуге алып келеді екен. Сондықтан осыдан сақ болыңыздар. Алладан әрқашан дұға тілеп жүріңіздер. Беруші тек Алла. Алладан басқа ешкім ешқашан бермейді. Алла адамдарды себеп қылу арқылы Алла береді. Адамдардың себебінен Алланың берген ырзығынан ажырап қалмаңыз. Сондықтан әрқашан тіліңіз дұғада, зікірде адамдардың Алла разылығы үшін разылығын, ризашылығын алуға талпыныңыз. Міндетті түрде биіктерді бағындырасыз. Титтей болсын, көмегім тиген болса, біреуге инсайт ретінде, біреудің жаңағы қажеттілігін ашқан болсам, біреуге пайдалы болған болса, өте қуаныштымын. Алла сіздерден, біздерден разы болсын. Ісімізге береке берсін.